Қолдың кеспесін тураған кезде арасына ұн салмаймыз. Ол үшін ұнға сұйық май мен жұмыртқаны қосып, тығыздау етіп қамыр илеп, өте жұқа етіп жазып аламыз. Жазылған қамырымызды екі жағын аударып отырып, осындай ағаш тақтайшаның үстінде немесе жазылған орамалға қойып, кептіріп аламыз. Сорпаға салған кеспеміз тым ұзын болмау үшін жазылған қамырды оқтауға орап, жаңағы мен кескендей етіп, ұзыннан кесіп аламыз. Ұзыннан кесілген қамырды екіге бөліп, кесуге ыңғайлы болу үшін бүктеп, жіңішке етіп турап, дәл осылай арасын ашып, жайып отырамыз. Ұн қосылмай кесілген қамырдың сорпасы өте таза, мөлдір болады. Кешкі астың кеспесі дайын болып қалды мінекей.